Қараңыздар, стрелканы бассаң, микрофонға, құрметті әріптестер, өз-өзімізді қылайықшы. Мынаны ерекшелеп аламыз да, удалить етеміз. Сізге қараңыздар, уақытта, бәрі де бізде бір уақытта аяқталу керек. Видеомыз жалғасып тұр. Видеоны кішкене жалғастырып жүрсе де болады, бірақ өлең тоқтағасын ешкім видеоны тыңдағысы келмейді. Сондықтан видеоны да қайтып тастаймыз. Ерекшелеп алып, кесіп, қиып тастаймыз. Ерекшелеп алып, қиып тастаймыз. Болды, видеомызда бәрі де аяқталды. Енді сіз Мұқағалидың мысалы видеосынан кейін суретімен тоқтағыңыз келсе, мына жерде импорт медианы аласыздар да, Мұқағалидың бір суретін алып қоя салуға болады. Жай суреттер де болады. Бұл жерде ең басты JPEG суреттер. JPEG суреттерді жасағанға керемет. Қайсы да? Микрофонды өшіріңіздер. Микрофонды өшіріңіздер. Мысалы, мына бір суретті алайық. Мына жерге сол суретті әкеліп қоя салуға болады. Көріңіздер, ең соңында сурет шығады. Размерін үлкейтеміз. Мысалы, бүйтіп немен үлкейтеміз. Ең соңында осы суретке назарларыңызға рахмет деп мына жерге жазу жазайық. Үлкеміз ғой? Жазайық. Назарларыңызға рахмет деп жазайық. Неге жазылмай тұр? Мынау ерекше. Бұндай көктің ішінде болмайтын шығар. Көктің ішінде емес, мынандай мен жазайық. Назарларыңызға рахмет деп, көк фон мен жазайық бұлай. Ариэль жарайды бола берсін. 48. Назарларыңызға. Жирный глаз ба, енді міне осындай. Ары қарай енді өзіңіздің фантазияңыз, қызыл глазсыз ба, не глазсыз. Бірақ қазір 548-ші бұйрық бар ғой. Көп сөз жазбау керек слайдқа, білесіздер. Назарларыңызға рахмет. Сосын 1-2 жылы түстерді ғана пайдалану керек. Рахмет, қайда кет қалдың? Осылай деп, ең соңында осытып аяқталады. Музыка, мынау жалғыз өзі болып қалды ғой, міне осы сөзбен аяқталса, мынаны бүйтіп қысқарта саласыздар. Көрдіңіз ғой, бәрі өз қолдарыңызға. Осы мынаумен бәрі бірдей біту керек. Аяқталды. Енді не істейміз? Ендігі қызық бізді ол қараңыздар. Ендігі мына жерде материалдарыңыз тұрады. Мынау экрандарыңыз, мынау жұмыс алаңы қосатын. Егер де мына жерде біз тағы да қараңыз, мысалға да айтайын да, біз бір музыка қоса аламыз. Мысалы, мына көңіл балбырауынды қосуымызға болады. Міне, мына музыка балбырауынды кеп мына жерге қосса болады.
Міне, мына жерге кішкене музыка ойнатып жіберейік десе, қараңыз. Назарларыңызға рахмет деген жер осымен музыкамен бітсе, ерекшелеп аламыз. Мына музыканың қалғаны керек жоқ. Кесіп тастаймыз. Қараңыз, ана қыз өлең оқып болғаннан кейін тоқтайды, болды. Ана назарларыңызға рахмет. Бізді видеомыз міне бәрі бір жолақта аяқталу керек. Музыка, рахмет деген сөз, жаңағы фото, е? Енді біз бұны жазуымыз керек. Қараңыздар, продуктын шаре дейді. Продуктын шаре. Продукты арам деген сөз. Көрдіңіздер ма? Осыны басасыздар. Опубликовать. HD, қараңыздар, ылғи да мынаны аласыздар. HD, MP3, 720, осыны аласыздар. Далее, мына жерге міндетті түрде атау бересіздер, өйткені жаңа Camtasia студиясына түскен кезде сізде о жерде папка көп шатасасыз. Міне сізде айтылып тұр, С дискісінде узер документ Camtasiaның ішіне сақталады, апарылып деп тұр. Түсінікті ма? Сондықтан оған атау бересіздер. 11, мысалы мен 02, Мұқағали, мен көп Мұқағалиға жасадым да. Шатас кетем қазір. 11.02 Мұқағали деп жаздым. Готово. Сізде міне рендеринг деген шығады. Рендеринг 100% қазір мына видео жазылып жатыр. Рендеринг. Видео жазыла берсін. Мен оғанға шейін сіздерге не жіберіп қойайын. Қараңыздар. Мен сіздерге қазір папка жіберем. Папканың ішінде сіздерде тапсырма бар. Тапсырмалар папкасы бар. Менің Google дискімнан скачать етіп аласыздар да, қазір отыра қалып программаны орнатып, сіздер сол бойынша жұмыс жүргізесіздер. Түсінікті ма? Абайдың видеосын жасауға болады. Мен сіздерге жасыл матамен өз әріптестерімді жіберіп отырмын. Бірақ жасыл матаға өзіңіз Мұқағалидың өлеңін оқып, өзіңізге видео жасасаңыз болады. Енді бірінші менің әріптестеріммен жасап көріңіздер, сосын келесіде өздеріңіз жасайсыздар. Мен сіздерге, мынау жазылып болғанша, мен сіздерге қараңыз 3 папка жібердім. Бірінші папкада курс тапсырмалары. Мына жасылды басасызда, тапсырмалар шығады сізге. Мына менің әріптестерімді оқығаным, мына Мұқағали туралы видеоларды бәрін бір папкаға скачать етіп аласыз. Жаңағыдай видео түсіру үшін. Музыка қоссаңыз, Адайдың, домбыраның, балбырауының ең соңында қосуға болады. Түсінікті, е? Осыны жүктеп алып қосасыз. Екінші папкада бейне сабақ дейді. Екінші сабақта Абай Құнанбаевтың 175 жылды желсіз түнде жарығай жаңағы видеоларды өзіңізде сөйтіп Абайға жасап көрсеңіз болады. Бұл сіздерге әртүрлі тапсырмалар. Мынау Camtasia деді. Мынаны 2 рет басасыз да, өзіңіз өлең оқып тұрып,
Абайдың 175 жылдығына видео жасасаңыз болады. Осы видео шығып тұрады, скачать етіп аласыз. Өзіңіз өлең оқып тұрасыз. Мынаның басын қиып тастайсыз. Мына жерге өзіңіз өлең оқып шығып тұрасыз. Мына видео арт жағыңызда тұрады. Дүниенің ақында, арасында. Бұл жетпейсің қабылда таласында. Қарасымен шамаң жоқ таласуға. Ей өмірім, зымырап қаласында. Жер мен көктің арасында. Жердесің, түсесің қарасуға. Құйын буған қымбақтай аласыра. Мынау жаңағы біздің жазған видеомыз не дайын көріп ал деп. Мынау біз Бересімде жоғыған аласында. Немене қақса кетті деймін. Мынау жаңағы біздің сіздермен жасаған видеомыз дайын. Сіздерге қайтадан остып шығады. Тексеріп алыңыз видеоңызды деп көрдіңіз бе? Мынау жаңа сіздермен 11.02 Мұқағали деп жасаған видеомыз. Тыңдайық ал. Дүниенің ақында, арасында. Бұл жетпейсің қабылда таласында. Қарасымен шамаң жоқ таласуға. Бірақ, ей өмірім, сыйын маған, ей өмірім, сыйын маған, сыйын далам, мен сені бұйырмаған. Биге ғашық екенім жылдара, ұқтымаға болсам да әлі бала, қуанышпен мұңымды бөліскелі алдыңыз Остап жасай саласыздар. Мынаны жіберейін ба сіздерге, қажет па? Жаңағы мен жібергенде қажет па? Қажет десеңіз жібере салам. Осы бастан аяқ жасалған видеоны жібересіз бе? Өйткені басында свет ұстамай қалды да көрмей қалдым мен. Иә, фантазия бағдарламасымен жұмысты жіберіп жатырмын сіздерге. Міне 11.12 Мұқағали жаңағы мен жасаған видеоны да жібердім. Сөйтіп отырып жасауларыңызға болады. Екінші тағы да жаңа студияны жіберейін. Иә? Компьютер, этот компьютер не документының ішінде де болады. Түсініп тұрсыздар, иә? Так, рабочий стол. Мен жаңа курс фантазия дедім. Мына футажды да жібере салайын. Қараңыздар, осығанда отырып, мысалы, отырып өлең оқысаңыздар, осы студияның жаңағы қасына отырғызып, ар жағында Мұқағалиді сөйлетіп қоюға болады. Өздеріңіз біліңіздер енді оны. Жарай ма? Оны өздеріңіз қалай сіздерге құр видеоны түсіріп қойсаңыздар да болады. Әртүрлі жасауға болады. Енді екінші, мен сіздерге фантазиямен бүгін жұмыстың екі түрін көрсеттім. Қайталап жіберейін. Мысалы, мынаны жапқан кезде сізден сұрайды, сохранить дейді. Мынаны мүмкін басқа әріптесіңізді алып тастап қойғыңыз келеді. Осы проект сақтап қалам десеңіз, да дейсіз. Жоқ, мысалы, маған қазір қажет емес, мен нет деймін. Ал да десеңіз сақталып тұра береді. Түсінікті ғой, е? Екінші, мен қазір слайдтармен жасап көрсетем. Слайдпен сабақ өтіп көрсетейін. Мына скриптердің біреуін алайын. Слайдты неге айналдыруды білесіз ғой, е? Бірінші слайд жасап аласыз, слайдты JPEG-ке айналдыруды білесіздер ма? Жоқ. Қазір көрсетейін онда. Мысалы, мен қазір бір интернеттен кез келгендеріңіз бір слайдты жібере салыңызшы осы топқа. Мен сіздерге сразу көрсетейін, сабақ жасап берейін. Сабаққа пайдаланып жүрген слайдтарыңыздың біреуін маған осы группаға жіберіңізші.
Мен дайын емес сіздерге былайын көрсетейін. Қазір жіберем мен. Беріңіз. Аха, мен дүниежүзі тарихы. Неліктен Карл екінші Осман мен шексіз монарх бола алмады, е? Мен скачать етіп жатырмын. Бір әріптес қатты кедергі болып отырсыз. Шынын айтып. Кім сөйлеп отырған? Дыбысты өшіріп тастайын ба? Сөйтіңізші, естімей жатырмыз сізді. Қай жерден өшіруші еді? Общий десеңіз болар еді. Бірақ бір кісіде телевизор қосылып тұр да, көшірмей отыр. Жарайды, менде скачать етілді. Мен бұны папкаға сақтап аламын міндетті түрде. Менде мына версияда өткенде программамды ауыстырып едім. Тарих деп қояйын, е? Тарих курс деп қояйын. Міне қоямын, ставить етіп аламын. Енді қараңыздар, бұны открыть с помощью жасаймын. PowerPoint. Мынау сіздің ертеңгі сабағыңыз дейік. Ертеңгі сабаққа сіз слайд дайындап қойдыңыз. Слайдты аласыз да, сіз сөйлеп шығуыңыз керек. Сол слайд бойынша видео түсіруіңіз керек сабаққа, е? Енді слайдты ашып аласыз. Жөндейсіз. Біз көбінесе слайдты, мысалы, порталдыкін аламыз, өрлеудікін аламыз, бірақ бізге жөндеу керек. Мына жерге өзіңнің аты жөніңді жазасың, е? Мысалға, бүгін сабақта білетіндерің, міне мынандайларды бәрін көрсету керек қой. Жарайды, 8 слайд екен. Енді қараңыздар, слайдты қалай JPEG-ке айналдырады? Файл. Сохранить как? Қай жерде сақтаймын мен? Тарих курс дегенде сақтаймын. Тарих курста PowerPoint қып сақтаймын ба дейді? Жоқ, формат JPEG. Фотоға айналдырып алам. Слайдқа емес. Сосын Camtasia'ға фото ғана жарайды. JPEG ғана жарайды. Міне, формат JPEG. Көріңіздер ғой, е? Файл. PDF, не деп тұрды? PowerPoint емес, рисунок JPEG сохранить. Қазір бәрін сақтайын ба дейді? Все слайды. Жарайсың. Бәр файлдармен сақтады. Мынау слайд күйінше де тұра береді. Балаларға жібере салғанға. Енді қараңыз, мына жерде не шықты? Міне 8 бөлек фото шықты. Енді мен Camtasia'ға барамын. Тақырып қандай, әріптес? Тақырып қандай? Lemazına takırıp açıyoruz. Импорт медиада менен тауып алуым керек. Рабочий столдағы тарих курс деген жердегі 6 фотоны жүктеп аламын. Міне. Открыть. Көрдіңіздер ма? Слайд рет-ретмен түсе қалады. Енді сол слайдтарды мына жерге әкеле берем. Қандай форматта дейсіз ғой, е? Мынандай үлкен форматта. Міне бір. Көрдіңіздер ма? Мынаны әкеп қойып алам, міне әдемілеп.
Қазір өзім шығып сөйлейм. Екінші слайд. Мынаны мысалы ұзақтау сөйлесе, бүйтіп слайдты соза саласыз. Уақытын. Көрдіңіз бе? Міне слайдтарды созып, балалар танысып, уақытты үлкейту үшін не оңай, слайдпен жұмыс істеу тіпті оңай. Міне қараңыз, слайдтарды түсіріп алды, қосып 5. Қазір слайдпен видео жасаймыз. Енді бұл жерге қараңыздар, не монах туралы ма, не мына неліктен Карл видео қосып жібергіңіз келе ма, интернеттен іздеңіздер, мына жерге киносын көрсетіп жіберіңіз. Одан кейін екінші жолаққа қоясыз ғой оны, е? Одан кейін қайтадан не істейсіз? Слайдпен сабақты қорытындылап аяқтай саласыз. Мен енді видеоны тауып беріңізші, бір видеосы тақырыбын айтыңыз, іздей салайын, қосып көрсететіндей. Айта салыңыз тақырыбын. Жарайды, енді дайын нәрсе жоқ қой, қазір оны уақыт алады. 7-8 слайд, мысалы. Міне мен қойдым, слайдтарды қойып шықтым. Енді өзім шығып сөйлеуім керек қой. Мен не істеймін? Record and screenге барам. Record and screenге барам да. Слайдты ашып отырып, бірінші қайтемін? Сөйлейміз. Қазір көрсетіп жіберейін десем, менде мына жерде слайдтың ауруы бар, ашылмайтын. Рекорд камера. Не, мына жерде қараңыздар, запись жазылады. Мен сіздермен отырмын ғой, қазір мен видеомды өшіріп тастайын. Видеоңды өшір дейді, сен екі жерде де шығып тұра алмайсың дейді. Сіздердегі видеоны өшірейін. Сіздерге менің нем көрініп тұр ма? Көрініп тұр. Видеоны тоқтаттым. Тағы жерде видеом тұр. Видеоңыз қосылғы дейді. Қазір мен видеом өшіп тұр ғой. Бас ауырып қалды компьютердің. Осып слайдтарды қоясыз да. Немесе сөйлеп отырасыз. Жаңа видеомды қоспай қойшы, сөйлеп отырайыншы. Микрофонмен сөйлеп отырам. Не громкосын үлкейтемін де. Ал енді сөйлеп отырайын. Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін сендермен неліктен бірінші Карл мен екінші Осман шексіз монарх бола ала ма? Сенің бүгін сабақта білетінің бірінші Карл мен екінші Османның деп жаңағы мына жерде уақытты азайту көбейту керек, осына түсіремін. Тоқтатып қоямын да, осыны түсіремін. Мына жерде түсірдім. Видеоны сақтайын ба дейді. Ал енді сөйлеп отырайын. Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін сендермен неліктен бірінші Карл мен екінші Осман шексіз сақтаймын.
Міне екінші дорожкаға келді. Маған мынау ғана керек, мынау керек жоқ. Мына екеуі керек жоқ, алып тастаймын. Міне мына жерде отырамда, өз-өзімді көріп тұрсыздар ма? Иә. Өз-өзіммен мына жерде сөйлеймін. Бұған бару үшін көрінеді. визуал пропоршнға барамын, өзімді үлкейтіп аламын балалардың алдында. Мысалға сөйлеп отырып үлкейтіп аламын. Сосын барамда жасыл материалды remove колер мен пипеткамен алып тастаймын. Көріп тұрсыздар. Ал тексеріп көрейін өзімді. Ал енді сәлеметсіңдер ме балалар? Сендерге неліктен бірінші Карл мен екінші Осман шексіз манап бола ала ма? Сенің бүгін сабақта білетінің бірінші Карл мен екінші Осман деп жатыр. Мына жерде уақытты көбейту керек, осыны түсіремін. Тоқтатып қоямын да, осыны түсіремін. Мына жерде түсірдім. Деп, арғара енді бүйтіп, до конца сөйлеп отырып, өзіңізді бірінші камераға түсіріп аласыз ғой. Сосын мынаның үстінде слайдпен сөйлеп отырған секілді монтаждап жаза саласыз. Болды, қиын ештеңкесі жоқ, құрметті әріптестер. Не опубликовать HD MP4 720 далее атын бересің, тарих, Карл. Неліктен деді ма? Неліктен бірденке деді ғой жаңа сұрақ. Уақытымыз тағы да бітуге аяқталды. Готово. Леп белгісін қоюға болмайды дейді. Рахмет. Готово. Міне рендеринг басталды. Ертең құрметті әріптестер, бүгін тапсырманы слайдта 9 минутымыз бар. Бүгін бағдарламаны орнатасыздар, мен жіберген видеоны қарайсыздар, үйрету видеосын. Сонымен отырып өздеріңіз жасайсыздар. Ертең сабаққа кіреміз только қосымша сұрақтар үшін. Ертең мен тағы да бір өзім видео түсіріп, жасап, дайындап қоямын. Слайдпен сөйлеп отырып, сабақ жасаймыз сіздердің көздеріңізше. Бүгін енді мынау жай пробный болды ғой. Сіздерге жай слайдпен де көрсеткім келді, осындай болатыны. Міне мынандай видео болып шығады дайын. Енді әдемілеп шашыңыз Сәлеметсіңдер ме балалар? Екінші Осман шексіз манап бола ала ма? Сенің бүгін сабақта білетінің бірінші Карл мен екінші Османның деп жаңағы. Уақытты бәрін мына жерде енді. Кішкене тарих апай ұятып қалды. Бүгінгі дейді, уақыт солай ғой да? Бүгінгі дейді. Тарих апай сізден ұятып қалды. Қате оқып кеттім ба? Қандай сұрақтарыңыз бар? Видеоларыңызды қосыңыздар, бір-бірімізден сұрайық. Сонымен бүгін 3 нәрсе үйрендік. Оның біреусі скринкаст, тез отырып слайдты ашып қойып, видео түсіре беру. Екіншісі видеоны монтаждау. Монтаждау материалдарын сізге дискпен жібердім, скачать етіп аласыз, папкаға саласыз, Camtasia'ны орнатасыз, жаңағы мен секілді нұсқаулық бойынша видео түсіріп
жібересіз. Оның ішінде YouTube'ға қалай жариялау керек екенін көрсеттім жаңағы нұсқаулық видеода. Алған видеоңызды бірден YouTube каналы ашып, YouTube'ға жариялайсыз. Балаға сілтемесін жіберген кезде памятін ештеңке алмайды. Сілтемемен жұмыс істеу керек. Таңдаңыздар, слайдпен видео түсіресіздер ма, жоқ әлде өлең оқып видео түсіресіздер ма? Қайсын жасайсыздар? 6 минут уақытыңыз бар, сұрақтарыңызды айтыңыздар. Қайсын жасайсыздар? Үйрену Слайдпен жасаған жеңілдеу сияқты, сонымен көрейік. видеодан ауырынан бастасаңызшы, видеоны көріңіз. Видео қызықты. Ертең өзіңіз Жіберейік сізге. жаңағы Мұқағалидың видеосына өзіңіз тұрып өлең айтыңыз. Өзіңіз айтыңыз. Одан да жақсы видео тауып артына қойыңыз. Енді ол өзіңіздің құзырыңызда. Бір өлең оқып беріңіз. Жарайды, өзіміз видео түсіріп сол оқимыз, онда. Иә, егер түсіре алмасаңыздар, мен әріптестерімді жібердім ғой. Маған сіздердің жұмыс істеп, маған сілтемелеріңізді жібергені керек, өйткені мен о жерде сіздің қателіктеріңізді көрем. Қай жерін адам жұмыс барысында қателеседі ғой, мен де қателестім, мен де үйренгенде басында қателестім. Қателіктеріңізді көрсетем, қайтадан жасайсыздар, сөйтіп үйреніп аласыздар. Ана, бір сұрақ бола ма? Мынау жаңа ағылшынша атаулардың бәрі жаңа орысша ауыспай ма? Жоқ, ауыспайды. Visual proportion, жасыл матаны жөндейді, үлкейтеді, кішірейтеді. Сосын remove color жасыл матаны алып тастайды. Жаттап аласыздар. Қазір сіздерге қорқынышты секілді, бірақ үйреніп аласыздар. Мен сіздерге бәрін жібердім, е? Жасап жатқан кезде, видеоны жұмысты жасап жатқан кезде WhatsApp-тан сұрасақ жауап бересіз ба? Жауап бере аласыз ба? Жауап берем, уақытым болса, сабақта болмасам жасап берем. Бірақ көп сұрақтарыңызды ертеңгі кешкі сағат 8:30-ға қойып қойыңыздар. Соған дайындап қояйық, иә? Иә, дайындап қойыңыздар. Мына жерді қайтем, бәріңіз де орнатылды ма? Көшіріп қойдық, енді орнатамыз. Мен ашып отырмын, бірақ дым түсініп отқан жоқпын. Инструкция. Мен сіздерге ертең инструкция кітабын берем. Мені түсінбесеңіз, тағы бір әріптесімнің, өзімнің кураторымның үйреткенін жіберейін. Видеоға қарап отырып жазсаңыз үйренесіз. Видеоға қарап отырып жасап көреміз ғой. Иә, бірінші сөйлеп отырғанда жаңа видеоны көре беріңізші, мен түсірген видеомды көре беріңіз. Сол инструкция видео арқылы жасап аласыз. Қиын емес. Жақсы. Ал қараңыз, ертең сонымен бір күн, сосын сенбі күні демаламыз. Сенбі күні өздеріңіз жұмыс істейсіздер, қарайсыздар. Мен сіздерге сенбі күнге басқа тапсырма берем. Өздеріңіз сол бағдарламамен басқа тапсырма жасайсыздар. Оған басқа материалдар берем. Соң қоржындарыңыз материалға толады. Одан кейін демалыс күні сонымен курсымызды аяқтаймыз. Демалыс күні күндізгі сағат 2 немесе 3-те обед уақытысынан кейін. Иә, ыңғайларыңызға қарай. Жақсы. Жақсы. Ертең кешке кездескенше қазір отырып жасай берсеңіздер болады. Группада бір-бірлеріңізден сұраңыздар, бір-бірлеріңізді үйретіңіздер. Сондықтан сіздерді бөлек группаға ашып қойдым. Бұл рабочий группа. Бұл группа жойылып кетпейді. Ондағы материалдар тұрады. Жақсы. Бұдан кейін осыны үйреніп алсаңыздар, бұдан кейін одан да жақсысын үйретім. Сау болыңыз. Рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыздар.